Қартайған қарияның күнделігі. 180-нен асқан қарияның күнделігінің соңғы бетінде армандадым деген сөз жазулы тұр екен. Не армандады екен деп қызыға оқыдым. Мен 10 класты бітірсем, қалаға барып жоғарғы оқу орнына оқуға түссем деп армандадым. Алла жастың тілегін береді екен. Оқуды да бітірдім. Көркіне ақылы сай бір қызға үйленсем, балалы шағалы болсам деп армандадым. Менің тілегім тағы да орындалды. Жақсы бір жары кездесіп, ұлды қызды болдым. Одан әрі шіркін, пәтерім болса дедім, оған да қолым жетті. Балалар өскен сайын пәтерімізге симай, тағы да, о Аллахым, маған үлкен жақсы бір үй берсе, машинам, гаражым болса деп армандадым, оған да жеттім. Кейін осы балаларымды үйлендірсем, қызымды ұзатсам, құда-құдағилы болсам деп едім, ол арманым да орындалды. Кейін осы балаларымды үйлендірсем, қызымды ұзатсам, құда-құдағилы болсам деп едім, ол арманым да орындалды. Адамда арман таусылмайды екен. Немере той жасасам деп едім, ол тойлар да өтті дүркіреп. Бір күні осының бәріне шүкіршілік жасап, осыншалықты жақсылық қуаныш сыйлаған Аллаға ризашылығымды білдірейін дедім. Раббым Алла, дінім ислам, кітабым Құран, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам болғандықтан Құранды мен де жаттайын дедім. Оқысам, бұрынғы есте сақтау қабілетімнің нашарлап, Құранды жаттай алмайтынымды сездім. Кейін дәретімді алып ниет етіп намазға тұрсам, аяқтарым денемді көтере алмады. Қан қысымым көтеріліп, қант диабетім бар, намаз оқуға да жарамай қалыппын. Бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүндеті деп, дүйсенбі күні ораза ұстауға ниет етсем, түрлі сырқаттарымның көптігінен ораза ұстауға да шамам келмеді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисін оқысам, жүрегіме біреу қанжар салғандай болды. Хадисте 5 нәрсені басыңа келмей тұрып, 5 нәрсені бағалай біл делінген екен. Бірінші, өміріңді өлім келмей тұрып бағалай біл. Мен жаспын, маған өлім әлі келмейді деп ойласаң, әуленің мазардың қасына бар. Ол жерде бұл тек қарттарға арналған деген жазу болмайды. Ол жерде жаста, кәрі де, сәби де, бай да, жарлы да жатыр. Өлім айтып келмейді. Екінші, жастығыңды қартаймай тұрып бағала. Бір күні бойыңнан, қолыңнан күш кетіп, еш нәрсеге жарамай қалғанда, өкінетініңді ұмытпа. Үшінші, ауырмай тұрып денсаулықтың қадірін біл. Оны ешқандай байлыққа сатып ала алмайсың. Төртіншісі, бос уақытыңның қадірін біл. Ең үлкен байлығың, ол сенің уақытың. Бүгінің ертең болады, ертеңің ешқашанда бүгін болмайды. Күніге күн шыққан кезде бізге хабар береді екен. Ой адамзат баласы, сенің өмірдегі жаңа шыққан күнмін, сенің қылған амалыңа куәмін. Мені қияметке дейін пайдаланып қал. Себебі бүгінгі күн қияметке дейін келмейді. Бүгінгі күн тарих деген осы екен. Бесіншісі, қолыңда барды бағалай біл. 40 жыл байлық, 40 жыл кедейлік жоқ делінген екен. Осының бәрін қолым қалтырап, жанарларым жасқа малынып, өзегім өкініштен өртеніп, жүрегім алқымыма тығылып, оқып шықтым депті қария. Тәңір жарылқасын баршаңызды деп әңгімесін аяқтапты жазушы.